өте болады. Сосын лексикалық тақырыпта біз саяхаттың түрлері. Жақсы, жарайсыңдар. Енді қараңыздар. Біз бүгін үй тапсырмасы қайталау үшін мынандай ойын ойнаймыз. Қане қараймыз, әр топтан бір оқушыдан қолын көтере қойсын. Барлығымыз қараймыз. Сұрағымызды оқи қой. Өзгертілмей сол қалпында берілген сөз, ол төл сөз деп аталады. Төлеу сөз дегеніміз ол біздің екі түр бар да, ол төл сөз және төлеу сөз. Төлеу сөз бізде мысалға төл сөзді төлеу сөзге айналдырады. Мағынасын білмей, бірақ ол сөздері кішкене ауысады. Жақсы, мағынасы сақталады, бірақ сөйлемнің берілген құрылымы өзгереді. Соған барлығымыз келісеміз ба класстармен? Жақсы, келесіне өтті. 6. Жақсы, сіз жауап бере қойыңыз. Қандай жұлдыздарды білесің? Ол қай тақырыпқа байланысты? Мен ғашыққа ұқсаймын. Жіті қарақшы. Кім көмектеседі? Темір қазық. Темір тағы қандай? Шаю. Шолпан жылтырас. Жарайсыз, отыра қойыңыз. Келесі сіздер 4 топқа бөлініп отырасыздар. Тақтада жазылған, Алматы, Астана, Ақтау, Тараз. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз саяхатқа байланысты екен, Біз әрбір қалаға саяхат жасап, ең соңында осы қалалар туралы ойымызбен бөлісетін боламыз. Мынау сіздердің топтарыңыз Ақтау қаласы, сіздер Тараз, сіздер Астана қаласы боласыздар. Апайынан кнопкасын басу керек. Сол жақта. Алматыдан, ол үлкендеп қарайтын болса қай елден? Астана. Жоқ, Қазақстан. Сол үшін бірінші Қазақстан туралы ақпарат біліп алайық, Қане, оқиға тыңдаймыз. Қазақстан Еуразия құрлығындағы мемлекет. Мемлекетіміз солтүстікте Ресеймен, оңтүстігімізде Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстанмен, ал шығыста Қытаймен шектеседі. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласы. Нұр-Сұлтан қаласы әлемнің ең жас астанасы болып есептеледі. Халқымыздың саны 20 миллионға жуықтады. Елі туралы. Жақсы, бір-бірден жауап берейік, қайда ғой? Қазақстанда ең алғашқы ғарыш жилеті пайда болған. Ол Байқоңырда орналасқан. Оның биіктігі Эйфель башнасынан 100 метрға биік. Жақсы, Байқоңыр айлағында ма 100 метрге биік мұнара? Қай жақта? Екібастұзда, Грес айлағында екен, Жақсы, келесі сұрақ. Қазақстанның ең көрікті жері қайда орналасқан дейді? Жақсы, жарайсыз. Қазақстанның валютасы қандай дейді? Теңге. Қазақстанның аумағы. Ойлаңдаршы, оқушылар, әлемде 180-ге жуық мемлекет бар, Соның ішінде Қазақстан 9-шы орында. Ол дегеніміз нені білдіреді? Біз өте үлкен халық болсақ. Ең көп, айта ғой. Және апай, біздің осы Қазақстанда 20 миллиондай жуық адам бар. 20 миллионға жуық халқымыз бар. Жақсы, қосарыңыз. Және Қазақстанда шай ішуден бірінші орын. Жақсы, оны дәлелдейміз ба барлығымыз? Қосарыңыз, тағы айта ғой. Материалды тыңдап болғаннан кейін қараңыздар,
topпен жасалады, иә? Сіздер топтың ережесін білесіздер, иә? Қалай қараңдар, оқушылар. Тақтаға қараймыз. Бұл тапсырманы бірінші тыңдап алыңыздар. Тақтада берілген, иә, бұл сөздер. Қараймыз, не берілген? Кім айтады? Кел балалар Иә, кел балалар оқылып, Жамбыл Жабаевтың тыңда, бала жамбылды. Бұл сөздер қандай сөздер? И және осылар төлеу сөзге аударады. Мына жаққа төлеу сөзге аударамыз, бірақ тыңдаймыз. Қараңыздар, мына жерде не жоқ? Сөйлемдердің арасында не жоқ? Үтір жоқ. Иә, сонымен нені қояды екенбіз? Иә, пунктуациясын дұрыстап, біз қатесіз төл сөздерге осылай жазамыз. Сосын төл сөзге дағы не жетіспейді бұл жерде? Иә, деді, дейді деген қосымша жетпей тұр. Солай ма? Төл сөзге. Одан кейін төлеу сөзге айналдырамыз. Білеміз ғой, иә, қалай айналдыру керек? Жақсы. Жұмысты бастаймыз. Сіздерге 3 минут уақыт береді. Hadi okuyunuz. Bardağınızı tексере misiniz? Дала жамбылды, деді жамбыл атамыз сол төлсіз, ал жамбыл атамыз даланың Төлеу сөзі дұрыс па екен? Иә. Сөйлеген солай ма? Жақсы. Енді келесі сөйлемді оқиды. Екінші топ. Қане. Ортадан. Иә, не дейді? Кім естіді? Мен де естіген жоқпын. Не үшін естіген жоқпын мен? Абай, сен осы ақынсың-ау, деді Мұхтар Әуезов. Дұрыс па екен? Дұрыстап тыңдаймыз. Абай, сен осы ақынсың-ау, деді Мұхтар Әуезов. Төл сөз ба? Төл. Себебі аяқтасқанда өзгеріс келмеген. Өзгеріссіз жазылып тұр, иә? Абай, сен осы ақынсың-ау. Сол сөз өзгертілмей, деді Мұхтар Әуезов. Демек, бұл не? Астан топ айтыңдаршы. Төл сөз ба екен? Иә, төл сөз. Жақсы, келесі тыңдайық. Не дейді? Айналайын, мені көшеден өткізші, деді мұғалім. Төл сөз. Бұл не болып тұр? Төл сөз болып тұр. Енді төлеу сөзге айналдырамыз. Айналайын, мені көшеден өткізші. Мұғалім мені көшеден Қалай болады? көшеден мені өткізіп салшы деді. Мұғалім оқушыға мені дегенді қолданбаймыз. Қалай қолданамыз? Мұғалім оқушыға өзін көшеден өткізуін өтінді, сұрады деп айтсақ болады, иә? Дұрыс па екен? Дұрыс па төлеу сөзге? Қайтадан оқышы. Дұрыс па екен? Сонымен бұл не болды? Төлеу сөз болды. Жақсы, рахмет, жарайсыздар. Енді мен балды тақтаға жазамын. Қараңыздар. Соңғы топ қай топ болды? Алматы тобы болды, иә? Алматы тобына тыныш тобы топтағы тәртіп үшін 10 балл болады бірінші тапсырмаға. Содан кейін сіздер қай топ? Ақтау тобы. Ақтау тобына 10 балл болады. Сосын екінші топ бізде қай топ? Тараз тобы. Тараз тобына 8
пайыз балл болады. Өйткені қайсы төлеусіздер дұрыс болған жоқ, иә? Соңғы Астана тобы сіздерге 5 балл. Жақсы, келесі тапсырмаға. Тапсырма суретте сөйлесін дейді. Мен әр топқа қызықты суреттер беремін. Бірақ қараңыздар, ол суреттермен біз жай ғана әңгіме құрап қоймаймыз. Ол әңгіменің ішінде төлсіз, автор сөзі, төлеусіз болады, иә? Ол суреттер қызықты, қай топтың әңгіме желісі қызықты болады, сол топқа 10 балл береді. Одан кейін төмен түсе береді, иә? Топтың жылдамдығы бұл жолы есептеледі. Енді қараңыздар. Мен мынадай суреттер беремін. Бірінші топқа әжесі мен немерелері, екінші топқа Астана тобына атасы Это Алина. Давайте. Бұл жерде не істеп жатыр? Кез келгенге қайтала деп айтамын. Егер қайталмайтын болсаңдар, бүгінгі сабаққа 0 деген балл қойылады. Жақсы ма? Достар, қыздарға я жасап берейікші. Я әсіресе жасап берейікші. Жоқ. Кешіріңіздерші, мен өзімнің кінәмді білмей қалдым. Ол біздің табиғатымызды қорғап, аялап, енді дұрыс Санжар. Суретке байланысты өте керемет әңгіме айтылды, иә? Кейіпкерлер кімдер болды? Фамилиялар болды? Қараңдар, мына суретке байланысты Астана тобы қалай әңгіме құрай алды екен, иә? Тыңдайық. Қане, оқы. Былай көрсетіңіз. Далада газ кетпеді. Дала жан жасыл. Атасы немересін домбыра ойнауды үйретіп жатыр. Ата, мен дұрыс істеп жатырмын ба деді немересі атасына. Иә деді атасы. Ата, домбырада ойнауды үйрендім деді немересі. Сен үйреніп алсаң, онда ертең сендерде мектепте мереке болады. Сол жерде өз өнеріңді көрсетесің деді. Жарайсың. Қараңдаршы, қандай керемет әңгіме, иә? Дәл суретке байланысты құралған, иә? Бірақ суретте тағы қандай кейіпкерлер отыр? Анасы мен баласы отыр, иә? Әңгіме дұрыс құралған ба, иә? Сіз тексереміз. Кім оқиды? Келем. Астана тобы тағы бір балдарын бергісі келіп отыр. Оқи ғой. Алдияр құдықтан су алып деді Асын ата. Асын ата. Тыңдаймыз. Кім дейді? Кім? Балам бүгін қонақ келеді. Жарайды ата. Деді Алдияр барып құдықтан су алып жарайсың ата. Жарайсың, өте керемет. Қазір бір минут тұрады. Не дейді? Атасы мен Алдияр екен, иә? Бүгін қонақ келді дейді. Соған байланысты құдықтан су алып кел, мұздай су берейік дейді, иә? Бұл сөйлемдерін өте сауатты құралған екен бұл топ. Сондықтан сіздерге 10 балл. Сосын топтар мұқият тыңдайықшы. Мүмкін суретке байланысты емес әңгіме құраған шығар, иә? Бір-бірімізді мұқият тыңдайтын болсын. Мұқият қарап аламыз, солай ма? Қарадық па? Екінші топ. Енді оқуға береміз. Қане. Жазғы демалыс келді. Балалар ауылға келді. Немерелері есіне кездесу үшін ауылға
әжесі балаларды жұмсап, Әлияға балаларға қарай тұрды деді. Жақсы деді Әлия. Ал қалған немерелер аулада ойнап жүрді. Әжесіне көмектесіп, далада кешке дейін жүріп, балаларға тапсырды. Балаларға жазғы демалыс ұнады дейді. Барлығымыз демалысымызды аулада өткіземіз ба? Қызықты болады, иә? Енді қараңдаршы, әңгіме суретке байланысты құралған ба? Керемет, иә? Әжесі, немерелері берілген екен. Сосын не дейді? Бұл жаз дейді. Солай ма? Суретте қыс па, жаз ба? Жаз. Жарайсыздар, отыра қойып. Мен осы тапсырмада біздің әрбір топтың белсенділіктері анықталады. Көрініп тұр ма? Енді не істейміз? Бұл бекіту тапсырмасы. Яғни бүгінгі сабақты сендер түсіндіңдер ма, түсінген жоқсыңдар ма? Соны көретін боламыз. Жақсы ма? Әрбір топ бір-бірден жауап бере қойсын, иә? Бірінші біз қай топқа рұқсат береміз? Ақтауды оқыған. Қане, бірінші сөйлемді оқи қойыңдаршы. Мына жол сіздің ауылға, мына жол біздің ауылға апарады, деді Санжар қалжыңдап. Бұл қай топқа жатады? Бұл Төл сөзге жатады. Қазір апарып қоямыз. Келесін. Я, Тарас тобы. Айтам деп әкелгенін бірталай жерге жеткізіп енді осыны тоқтайық деді Мұхтар. Не дейді? Құнанбайға айтып жатыр, иә? Тыңдап болады да. Кімге айтады? Жақсы, бұл қайсыған жатады? Төл сөзге жатады дейді. Келесі сөйлемді оқиды. Алматы тобы, қане? Я, қайсыған жатады? Төлеу сөзге жатады. Қазір тексереміз, я? Келесі Астана тобы. Оқимыз, қане? Келем. Төлеу сөз дейді. Абай биік мансаптың биік жартас екенін айтады. Келесі сөйлемді оқимыз. Тарас, тез. Мәдина қатты толықтап тұрып, бұдан артқа қуаныш бар деп білмейтіндігін жеткізді. Қандай? Төлеу сөз. Жарайсыңдар. Келесі сөйлемді Алматы. Не дейді? Бар модus болады. Енді қараңыздар. Қалаларға саяхат жасаймыз дедік, иә? Біз Қазақстанның қалаларына барып көрдік пе? Иә. Қандай қалаларға барып көрдік? Жақсы, енді қараймыз. Қане? Жанкен, сендер расымен де саяхаттадыңдар ма? Соны білейік, иә? Қане, маған бір-бірден келіңдер, әр топтан кезек-кезек. Бірінші қай топтан бастаймыз? Ақтау. Келеу. Енді қараңдар, не істейміз? Әр қаланы біз орнына апарып қоямыз, иә? Келеу. Мындай кеп. Можете бой взять. Енді екінші топ Тарас тобынан келе ғой. Бар
бәріне мынандай нәрсе бердім ғой, иә? Осының артына 3 әдісі бойынша сабақта не қиын болды, не қызық болды, және нені қарау керек, соны белгілеп жазып қоямыз. Және аяқтарын жазыңдар, жақсы ма? Қазір берем тағы. Үй тапсырмасын аулауына. Тапсырмастан, мен түсіндіріп жіберейін, иә, үй тапсырмасы. Досыма хат тәсілі арқылы сені саяхатқа шақырып хат жаз. Келесі сабақта бізде оқу мақсатында хат деген нәрсе бар, иә? Хатты білеміз ғой, қалай жазылатын, иә? Соған байланысты досыма хат жазып береміз, иә? Ал қазір